Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге бүгін қою тағамдармен жегенге керемет үйлесетін, өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын және қысқа атылмай сақталатын қияр тұздаудың жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен қиярларымыздың барлығын салқын суға салып, осындай губкамен жақсылап сыртын жуып шығамыз. Одан кейін қиярды ағынды суда 2-3 қайтара тазалап жуып болғаннан кейін екі жақ бөлігін кесіп алып тастап 3-4 сағат уақыт салқын суда қалдырамыз. Сол кезде біздің қиярымыз қытырлап өте әдемі болып шығатын болады. Қиярдың орташа немесе кішілеу бөлігін таңдағанымыз дұрыс. Міне суға барлығын салып қойдым. Осы арада жабатын қақпақтарын 2-3 минут қайнатып алдым. Ал банкілерді осылай шәугімге 2-3 минут булап алдым. Ал егер мантаваркіде булайтын болсаңыздар 7-8 минут булау қажет болады. Қосатын дәмдеуіштерінде дайындап аламыз. Алдымен сарымсақты қабығын ашып дайындап қойдым. Одан соң лабыр жапырағын, кептірілген ірі қара бұрыш, хрен жапырағы, зонтик укроп, болгар бұрышы, тұз, қант және 70% уксус қажет болады. Жаңағы стерилдеп алған банкілеріміздің барлығы дайын тұр. Ең алдымен біз хрен жапырағын қосамыз. Мен 1 литрлік банкіге осындай кіші көлемдегі хрен жапырағын алып, 2-3 рет орап, ең астыңғы бөлігіне салып жібердім. Ал 2 литрлік банкіге хрен жапырағының үлкендеу түрін 2-3 орап, астыңғы бөлігіне салып шықтым. Мінекей хрен жапырағын барлығын салып дайындап алдым. Мен бір болгар бұрышын 4 бөлікке бөліп алдым. 1 литрлік банкіге 2 бөлігін саламын, ал 2 литрлік банкіге 4 бөлігін, яғни бір болгар бұрышын салып алдым. Келесі кезекте сарымсақты қосамыз. Мен 1 литрлік банкіге 4 тісше сарымсақ, ал 2 литрлік банкіге 7-8 тісше сарымсақты қосып дайындап алдым. Зонтик укропты осылайша 3-4 рет орап, банкіміздің ішіне жақсылап орналастырып аламыз. Зонтик укроптың орнына кепкен укропты пайдалансаңыздар да болады. Оның үстінен лабыр жапырағын қосамын. Мен 1 литрлік банкіге 2 дана лабыр жапырағын, ал 2 литрлік банкіге 3 данасын қостым. Кептірілген ірі қара бұрышты қостым. Осы орайда қалауыңызға қарай 1 дана ащы бұрыштан қосып жіберсеңіз де болады. Қиярларымыздың барлығын банкімізге тығыздау етіп орналастырып аламыз. Қиярдың ұсақ немесе орташа түрін пайдаланғанымыз дұрыс. Неғұрлым майда болса, соғұрлым біздің банкімізде өте әдемі болып көрініп тұрады. Мен бұл жерде орташа көлемдегі қиярларды пайдаландым. Мінекей осылай қолмен барынша тығыздап салып алдым. Банкіге симай жатқан қиярларды 2 немесе 3 бөлікке бөліп салсаңыздар да болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қиярлардың барлығын әдемі етіп салып дайындап қойдым. Осы кезде біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұруы қажет. Қайнап тұрған суды суытып алмай, бірден банкілеріміздің ішіне құйып шығатын боламыз. Осы суда 15-20 минут уақытқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін суды қайтадан бөлек ыдысымызға құйып алатын боламыз. Бұл су бізге қажет емес, суды төгіп тастаймыз. Байқасаңыздар, кей адамдар қиярдың суын төкпей-ақ бірден жаба береді. Егер сіз қиярды өз бақшаңыздан алып жабатын болсаңыз, сенімді түрде суын 2-3 қайтара төкпей-ақ бірден құйып жаба берсеңіздер де болады. Бір қайтара суының барлығын төгіп тастадым. Одан соң екінші қайтара суын қайтадан құйып 20 минут уақытқа қойып қойдым. 20 минуттан соң екінші рет құйған суымның барлығын пайдаланбай төгіп тастаймын. Егер сіз де суын осылай 2 қайтара төгіп тастап жабатын болсаңыз, банкіңіз қысқа атылмай жақсы сақталатын болады. Қоспаларын салып бастаймыз. Мен 1 литрлік банкіге 1 ас қасық толтырмай тұз салдым, ал 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұздан салып шықтым. Қантты қосамын. 1 литрлік банкіге 1 ас қасық толтырмай қант қостым, ал 2 литрлік банкіге 1 ас қасықты толтырып қант қостым.
Мен уксустың осындай 70% түрін пайдаланып жатырмын. Мерзімі өтіп кетпеген уксусты пайдаланғанымыз дұрыс. 1 литрлік банкіге 1 шай қасықты толтырмай қостым, ал 2 литрлік банкіге 1 шай қасықты толтырып уксусты қосып алдым. Келесі кезекте банкіміз атылмай жақсы сақталу үшін аспирин қосатын боламын. 1 литрлік банкіге 1 аспирин, 2 литрлік банкіге 2 аспирин қостым. Ал егер 3 литрлік банкіге жауып жатқан болсаңыз, 3 аспириннен қоссаңыз болады. Барлық қоспаларымды қосып дайындап болғаннан кейін үстінен қайнап тұрған суды құйып шығамыз. Банкінің барлығын осылайша бұрап шықтым, және ішіндегі аспирины, тұз, қанты еру үшін осылай әрі-бері аударып алсаңыздар болады. Барлық банкілерімізді төңкеріп 2-3 күн уақытқа жылы көрпемен жауып қоя тұрамыз. Осымен біздің қысқа арнап жапқан банкіміз дайын болды. Дәл осы рецептпен жабатын болсаңыз, сіздердің банкыларыңыз атылмай қысқа өте әдемі болып сақталатын болады. Достар, егер сіздерге видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келесі видеода қиярды қызанақтың согында қалай тұздау тәсілін көрсететін боламын. Менің каналымда үй жағдайында табиғи томатты жасап қысқа сақтаудың тәсілі де бар. Осы тұрған сілтемені басып көре аласыз.